Break up with your girlfriend. Yeah, 'cause I'm bored. Алейкум достар, сіздермен бірге қайта қауышып отқанымызға шын жүректен қуаныштымын. Менің атым Сәкен және Қазақ Дос кланымен бірге кезекті бөлімді видеомызды бастайтын боламыз. Көптен бері видео түсірмегенім жыл болып кетті шамасы. Мен көріп сағынышпен күтіп отқан жанкүйерлерім болса, енді бұдан былай видео түседі деп толықтай айта аламын. Демек, кезекті видеомыз Dream League Soccer болып бірінші видеомызды түсіретін боламыз. Бұл ойын негізінде зор ойын. Қарап отырсаңыздар, бұл ойында мына трансферный базар. Көптен Ирина Азар секілді, Неймар, Роналду сияқты футболшылар көп. Сіздер қалаған сатып алсаңыздар сатып аламын. Одан кейін мен 16 миллион зұлым базаға бұзып алдым бұл ойында. Сіздер қалай бұзу керектігін сұрасаңыздар, мен қазақшасын көрсетіп түсіндіріп айтып беремін. Лайк басып қазақ кланына маған қолда көрсетіп беріңіздер, кішкене жанкүйерлер лайк бассаңыздар, мен қайта видео түсіретін боламын. Ал кеттік, сонымен бастаймыз. Мен бұл ойында Фирмино мен Месси сатып алған болатынмын. Демек, ойынымыз бастаймыз. Сіздер қайсы игрокты алсаңыздар алатын боламын мен. Финттерді көрсетіп өтемін. Тағы да осы мен қатарлас Clash of Clans ойында түсіретін боламын. Так, басталды ойынымыз. Біздің стадионда Неймар мен Месси менен Фирмино дебют ойын өткізетін болады. Көріп отырсыздар, екеуі шабуылда ойнайтын болады. Және бір қақпашы Ян Облакты алдық Атлетико Мадридтен. Демек, ойын басталды. Біз бастаймыз. Так, Гордон Рамос та берді. Серхио Рамос бізді капитан алдық. Басында бір капитан берді, сол кезде ол сатып алған болатынбыз, бірақ Фирмино Мури қателік. Роберто Фирминоның соғысы бірінші голы соққысынан кейін. Сіздер қалаған игрокты сатып ал десеңіздер, сатып алатын болам. Одан кейін 2020-да шығып жатыр жақында. Мен ол ойынды уже өткізіп алдым. Слон жасап, сіздер көрсетіңіздер қалай деп. Ясыңызда ссылкасын болмаса тікелей басып көрсететін болам. Одан кейін қандай игроктарды жақсы көрсеңіздер, сол игрокты сатып ал деп айтатын болсаңыздар, мен сатып алам. Қақпашы ма, жоқ әлде жаңағыдай игрок па. Мысалы, Роналду жақсы көретін Роналду десе, мен лайк басып қолдап жүрсеңіздер, сол игрокты сатып алып келесі видеоны түсіретін болам. Тамаша, Фирмино дубль ұрып отыр, 2 гол. Футболда дубль болып саналады. Ливерпульден алдық Фирминоны. Так. Уақыт кетіп жатыр. Мен Мессимен ойнап көремін. Кейін финт жасау үшін экраныңызды бүйтіп 2 рет бассаңыздар, финт болады. Көресіздер. 3-0 жаман емес, бірінші ойын. Бұл ойын маған ұнайтын жері бір компьютер сияқты, жаңа секілді бір нелері бар жаңағы. Эпизодта компьютерге келеді, мысалы шалсаңыз, мысалы қараңыз. Шалсаңыз сразу тоқтатады, суя бар. Төреші сары қағаз беріп отыр. Қалай шалғанын көрсетеді, аяққа тасталған. Демек, бұлар атакаға шығып кетті. Тамаша, мүмкіндік бізге гол салайын деп жатыр. Қақпашы Ян Облак бекерге сатып алмаған екенбіз. Алдындары осы ойын түсірген болатын, бірақ ол кезде 2018 болды. Соққы қауіпті өте. Чемберстің бірге берген соққысы. Кішкене тұмауратып, тамағым дұрыс болмай тұр, сол себепті мен видеоны жақсы сөйлей алмай жатырмын. Әйтпесе, алдыңғы көріп жүрген нелер болса, жанкүйерлер болса біледі оны. 2020-да түсіретін боламыз алда. Өзгешеліктер өте көп ода. Мысалы, өз атыңыз жаза аласыз, ода жаңа тренердің орнына, одан кейін Кристалмен ол бұл сияқты тек ақшамен Кристалмен де көтеріледі. Стадиондарда өзгерістер бар. Оңай емес, бірақ оны зұлым жасап көремін, кейін көрсетеміз. Так, бар, топ бермей қойды.
Firmino, Messi. Lionel Messi әлемнің 6 дүркін чемпионы. Тоғылама алып дегеннен финт жасап көрейік Месси. Қалай жасайды? Опа! Месси! Топты көтеріп алып, періп жіберіп. Осымен бірінші тайм тәмам. Фирмино зор ойыншы болып тіркеліп отыр. Сіздер де басып алыңыз, ол плеймаркетте бар. Плеймаркетте ақшасыз бір 16 миллион ақша бермейді оны. Егер сіздер 16 миллион алғаныңыз келсе, маған айтыңыздар, мен айтып көрсетіп өтемін. Месси соқпа. Мессидің жолы болмай жатыр бүгін. Тамаша. Лионел Месси, ұзақтан бір соқпа жасап қойып, 16-шылық бүгін соқпа. Қабая сәл сетке алып қойын. Егер видеода кішігірім жаңағыдай шуым болмаса, бір қателіктер болатын болса, сіздерден кешірім сұраймын. Себебі мен соткамды түсіріп отырмын, өзім ойнап, әрі өзім сөйлеп. Так, финт жасайтын боламыз. Міне финт, міне Месси. Айтты, Месси салады. Тура өзі Мессидің түрі. Бұл ойын мен алдын ойнадым. FIFA жаңағы неден қарағанда басқа ойындан қарағанда бұл PES па, бұл тамаша не. Қаласаңыз бұра аласыз, қаласаңыз алдай аласыз, қаласаңыз көтеріп басып бере аласыз. Қазір қанаттан көрсетемін, қазір көтеріп. Бас, так, Фирмино топты алса. Мессиге түсті. Ар қанатқа берейік топты. Ал енді көтеріп көрейік. Муррей Фирмино. Қақпал маңдайшасына тимегенде таза гол көрді, тамаша голдар. Кейін бұл ойын ойнап отқан кезде голдар сохранить етіп қойып, кейін тамашалай алсаңыздар болады. Яғни Оллақты алдағы шығарып көрейік барынша. Ал кеттік Фирмино, Роберто Фирмино, Лионел Мессиге, Лионел қашып кетті. Бәрін алдап кетті, Месси бәрін алдап кетті. Соққа бестері бірінші ойын өте әдемі болды, бестері Фирмино қашып кетті. Мессиге жеткізбейді, ол жылдамдығы жетеді. 81-ші минут, 82-ші минут, 83-ші минутқа кетіп отырмыз. Мені лайк басыңыздар. Алғашқы видеоның үшін қандай басылды, соны комментқа қалдырып кетіңіздер. Ойын бұздым, көрейік, сарағалы береді. Сразу береді сізге. Демек. Бас. Клашок балансында көптен бір видео түсірмегеннен кейін, ол жерде 13-ші ракурста шықты, көп біраз болды шыққанына. Онда түсіретін болдым, алдағы уақытта ең жақсы ойыншы, жаңағы шоу хет-трик ұрған Фирмино, Мессиді көрді. Көріп өсті, таблицадан көріп, бұл кубок ойын, жаңағы жеңілсең ұшып кетесің. Міне, басқа жерде мына кубокта осы мен кезекті орын эмблем ойнадым ғой, Италия. Қазір 25 тауымдап тұстадым. Таблица бойынша 2 турда бірінші орында келедім, 13 гол, 6 ұпай міне. Сонымен қош сау сәлеметті болыңыздар. Қайта кездескенше достар, смело лайк басыңыздар.